Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен сандық және әріпті өрнектерді ықшамдау деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Жалпы математикалық өрнектер екіге бөлінеді: сандық өрнектер және әріпті өрнектер деп. Сандық өрнектерге мысал ретінде қарастыратын болсақ, 96 бөлінген жақша ішінде 37 азайтылған 29 деген кез келген бір мысалды алып қарастыратын болсақ, бұл мысалымыз бізде сандық өрнек деп аталады. Ал енді анықтамасына келетін болсақ, сандар, арифметикалық амалдардың таңбалары, қажет болған жағдайда жақшалар қатысқан өрнек сандық өрнек деп аталады. Ал енді бұл сандық өрнекті есептеп мәнін табатын болсақ, біздің жағдайда 12-ге тең. Бұл бізде өрнектің мәні деп аталады. Ал енді әріпті өрнекке мысал қарастырайық. b қосылған 12 көбейтілген 4. Мұндағы b тең 7-ге түрінде берілген, яғни b қосылған 12 көбейтілген 4 түрінде берілген өрнекті біз әріпті өрнек деп атаймыз. Ал енді ол әріпті өрнекті біздің мысалда беріліп тұрған b әрпінің сан мәні алып келіп орнына қойып жазатын болсақ, әріпті өрнек санды өрнекке айналады. Сандық өрнек. Ал енді бұл сандық өрнекті есептейтін болсақ, біздің жағдайда 55-ге тең. Бұл өрнектің мәні деп аталады. Әріпті өрнектің анықтамасына келетін болсақ, әріптер, сандар, арифметикалық амалдардың таңбалары және қажет болған жағдайда жақшалар қатысқан өрнекті әріпті өрнек деп атаймыз. Ал енді бірнеше әріпті өрнектер жазайық. Мысалы, 8x 5a 9x y z b. Енді бұл 4 түрлі әріпті өрнек арқылы біз әріпті өрнектерге қатысты жаңа ұғымдармен танысамыз. Ол ұғымдар бізде коэффициент ұғымы және айнымалы ұғымы. Ал енді коэффициент дегеніміз не? Бір әріп немесе бірнеше әріптердің көбейтіндісі түрінде келген өрнектің алдында тұрған сан, біздің жағдайда мына қараңыздар, қандай сандар беріліп тұр. Коэффициент деп аталады. Біріншісін қарастыратын болсақ, коэффициенті 8-ге тең. Екіншісінде 5a деп тұрса, коэффициенті 5-ге тең. Үшіншісінде 9. Енді төртіншісіне келетін болсақ, бұл жерде 1. Әріпті өрнектің алдында ешқандай сан болмаса, онда коэффициенті 1-ге тең. Неге? Себебі 1-ді кез келген санға болсын, әріпке болсын көбейтетін болсақ, оның өзі келіп шығады. Келесі, айнымалы деген ұғым. Дәл осы әріпті өрнектердегі әріптер айнымалылар деп те аталады. Бірінші жағдайда x, екінші жағдайда a, үшінші жағдайда бұл жерде 3 түрлі әріп қатысып, x, y, z деген, төртінші жағдайда b. Енді осы жерде тағы бір ескертетін жайт, мұқият қараңыздар. Бізде әріптерді бір-біріне көбейтетін болсақ, мысалы, a көбейтілген b дейтін болсақ, алдағы уақытта оны біз көбейту таңбасын жазбай, яғни түсіп қалған күйде жазамыз. Келесі, сан мен әріпті көбейтетін болсақ та, оны енді көбейту таңбасыз жай ғана 3x деп жазамыз мысалы. Немесе қандай да бір сан жақшаға көбейтіліп тұратын болса да, жақша мен санның арасында көбейту жазылмайды. Яғни түсіп қалады бұл жерде. Көбейту таңбасын бар деп есептейміз. Осы нәрсені ұмытпаңыздар. Біздің осы қарастырған 4 мысалымызда да қараңыздар, 8 көбейтілген x деп оқылады, алайда 8x деп жазылады. 5a 9 x y z b. Арасында алдыңғы 3 мысалда көбейту таңбалары түсіп қалған. Ал енді осы санды және әріпті өрнектерге мысалдар қарастырайық. Бізде ортақ көбейткіш жақша сыртына шығаруға, өрнектің мәнін табуға, сонымен қатар өрнектерді ықшамдауға есептер келеді. Енді ортақ көбейткіш жақша сыртына шығаруға мысал қарастырайық. Ортақ көбейткіш бізде 6-ға тең. Оны жақша сыртына шығарамыз. Көбейтілген жақшаның ішінде 19 қосылған 14 тең. Ары қарай 6 көбейтілген 19 бен 14-тің қосындысы 33-ге тең. Сонда жауап жалпы көбейтіндінің мәні 198-ге тең. Келесі азайтуға қатысты. Бұл жерде ортақ көбейткіш 10-ға тең. Оны жақша сыртына шығарып жазамыз. Көбейтілген жақшаның ішінде 15 азайтылған 8. 10-ды
жақшаның ішіндегі мәніне көбейтетін болсақ, жалпы жауап сол кезде бізде 70-ге тең болады. Бұл есептерді біз өткен сабағымызда үйренген көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдалана отырып шығардық. Егер ол тақырыпты әлі меңгермеген болсаңыз, алдыңғы видеоны мен осы видео описаниясына қойып қоямын сілтемесін, кіріп қарап көріп алыңыздар. Келесі өрнектің мәнін табу. Енді бұл жерде бірінші кезекте әріпті өрнектің сан мәні беріліп тұрса, оны алып келіп қоямыз. 9 қосылған 6 қосылған 11. Қосудың қасиетіне қарай біз олардың орындарын ауыстырып жақшасыз жазуға толық мүмкіндігіміз бар. Енді бірінші кезекте мен 9 бен 11-ді қосып аламын, одан кейін барып 6-ны қосамын. Демек, сол кезде жауап 26. Келесі, бұл жерде де әріпті өрнектің сан мәні беріліп тұр. Демек, оның сан мәнін алып келіп қойып, өрнекті түрлендіріп аламын. Яғни әріпті өрнектен санды өрнекке айналды бұл өрнек. Енді көбейтудің де орын ауыстырымдылық қасиетін қолданып, орындарын ауыстырамын. Және енді 8 бен 25-ті көбейтетін болсам менде 200 көбейтілген 3, жауап 600-ге тең. Келесі мазмұнды есебіміз бізде өрнектерді ықшамдау. Бірнеше өрнектерді қарастырайық, ал біріншісін бастаймыз. Бұл жерде қосудың орын ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, 9 қосылған 14 қосылған А деп жазуға мүмкіндік бар менде. Ал енді сандарды бір-біріне қоссақ 23, ал әріпті өрнек қосылған түрінде қалады. Осымен есеп аяқталды. Келесі, бұл жерде де 8 бен А-ның арасында көбейту бар деп есептейміз. Сонда 8 көбейтілген А көбейтілген 7 түрінде. Көбейтудің қасиетін қолданып, орнын ауыстырамыз. 8 көбейтілген 7 көбейтілген А. Ал енді әріптерді бір-біріне көбейтетін болсақ 56 А арасында көбейту түсіп қалды. Келесі, бұл жерде де біз алдымен сандарды өзара көбейтіп алып, ары қарай әріптерді жинақтап көбейтіп, бұл жерде енді сандарды көбейтетін болсақ, мәні 72-ге тең, N, M деп жазып, сан және әріптер арасында көбейту түсіп қалған күйінде жауапты жазамыз, есеп аяқталды. Келесі, бұл жерде де біз ортақ көбейткіш жақшасына шығаруымыз керек. Бізде ортақ көбейткіш астын сызып қояйын, ол X. Енді жақша ішінде 7 қосылған 8 тең. Жақшаның ішінен бізде 15 шығады. Қасына X айнымалысын тіркеп қоямыз. Жауап шықты. Келесі, бұл жерде де бізде ортақ көбейткішіміз астын сызып қойдым, X-ге тең. Оны жақша сыртына шығардық. Жақшаның ішінде 10 азайтылған 6 бізге 4-ті береді. Қасына X тіркеп қоямыз, есеп аяқталды. Келесі, бұл жерде де біз А ортақ көбейткішін жақша сыртына шығарып, 5 қосылған 3 қосылған 10 түрінде жазамыз. Енді ары қарай жақша ішінен бізде 18 саны шығады. Қасына А әрпін тіркеп жазамыз. Арасында көбейту, алайда жазбадық. Келесі ең соңғысына мұқият қараңыздар. Бұл жерде біз алдымен әріпті өрнектерді бір жерге жинақтаймыз. Одан кейін барып сандарды қосынды түрінде жазамыз. Тең. Енді бұл жерде мұқият қарасаңыздар, әріпті өрнектерді өзара қоса аламыз. Сонымен жауап бұл жерде 19 болады. Және санды өрнектерді өзара қоса аламыз. 18. Осымен есеп аяқталды. Себебі біз әріпті өрнек пен санды өрнекті өзара қосып азайта алмаймыз, сол күйі қалады. Сонымен бұл видеода біз сіздермен өрнектердің жалпы екі түрін, сандық және әріпті, олардың анықтамаларын, мысалдарымен, жаңа ұғымдарды, коэффициент, айнымалы ұғымдарын, жалпы бізде берілуі мүмкін болған есеп мазмұндарына мысалдармен бірге қарастырдық. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып, белсенді болыңыздар.